Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздерге өте дәмді оразаның алғашқы күніне арналған тез дайын болатын тағамның рецептімен бөлісемін. Видеоны өткізбей соңына дейін қарап каналыма тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен қазанымызға сұйық май құямыз. Үстінен етті осылай төрт бұрышты жіңішке етіп турап аламыз. Және де пиязды да дәл солай үлкендеу көлемін алдым. Оны да ұсақтап төрт бұрышты етіп турап аламыз. Барлығын турап болған соң жаңағы еттің үстінен салып, барлығын жақсылап қуырамыз. Міндетті түрде пиязды газдың астын қатты қойып, пиязды сарғайтып қуырыңыздар. Осы уақыт арасында сәбізіміздің қабығын ашып, оны да төрт бұрышты етіп турайтын боламыз. Алдағы уақытта Рамазан күндеріне байланысты көптеген рецепттер ұсынатын боламын, сондықтан каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Көптеген жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Енді қуырылған пияздың үстінен 2 ас қасық сацабле салатын салдым. Егер ондай болмаса, кәдімгі томат пастасын салуға болады. Артынан ұсақтап туралған сәбізді салып, жақсылап араластырамыз. Қуыру уақытысы 5 минут. Осы уақыт арасында болгар бұрышын турайтын боламыз. Мендегі болгар бұрышы қатырылған түрі, кәдімгі балғын, яғни свежий түрін қолдануға да болады. Барлық көкөністерімізді төрт бұрышты етіп турап алатын боламыз. Болгар бұрышын саламыз, және де тағы да 2-3 минуттай қуырсаңыздар жеткілікті. Және де дәмін кереметтей келтіретін сарымсақ, яғни чесноктан үлкен 2 тішесін салып жатырмын турап, және де сельдерей жапырақ керек болады. Кинза жапырағын қоссаңыздар да тіпті дәмі күшті болып шығады. Барлығын қазанға салып, жақсылап араластырып, тағы да 2-3 минут қана қуырып аламыз. Картошканы да төрт бұрышты етіп, оны да салып, тағы да бір араластырып жібересіздер. Ұзақ қуырудың қажеті жоқ. Енді үстіне жаңағы дәміне қарай тұз, қара бұрышын салатын боламыз. Каналымның алға қарай дамып жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Осы видео ұнап жатса, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырып, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді салқын су құямыз. Бұл подлив болғаннан кейін үстінен көп су құймаймыз. Осы подливтің жаңағы бетінен 1-2 сантиметр ғана жоғары көлемде су құясыздар. Сәл асырып құясыздар. Енді макарон мен осындай қолдандым. Ұзын спагетти лапшалары ортасынан 2 бөліп салатын боламын. Үлкен кастрөліме су құйып, және де 1 шай қасық толтырып тұз салдым. Көріп тұрғандарыңыздай, міне жарты тең ортасынан бөлдім. Ұзын-ұзын болды. Егер қысқа болсын десеңіздер, 3-ке бөліп салуға да болады. 25-30 минуттай осы суда қайнатып пісіріп алдым. Енді ыдысыма салып, үстінен бірінші сұйықтау мастан құямыз, яғни қамырлары бір-біріне жабысып қалмау керек. Содан соң толықтай подливкасының барлығын құйып, салып, осылай қалауыңыз бойынша укроп және де көк пияз сеуіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Тағам өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Және де осы видео ұнаса, поделиться деген бөлім тұр төменгі жақта, соны басып, WhatsApp желісінде чаттарға, группаларға бөлісіп қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.